Баршаңызға сәлем. Кез келген қонағыңызға ұялмай ұсыналатын, дәмді әрі тез дайын болатын салаттың рецебімен бөлісемін. Көріп отырғандарыңыздай көп затты қажет етпейді. Бұрыштың 2 данасын ірі етіп турап аламыз. Әдемілігі үшін қызыл сары бұрыш алғандарыңыз дұрыс. Қияр менен қызанағымызды да ірі етіп тураймыз. Қызанағымызды барынша аз қосуға тырысамыз. Менің жасап жатқан салатым 2 порцияға арналғандықтан мен 1 дана ғана қызанақ қостым. Алдымен қияр мен қызанаққа тұз салып араластырып, дәмін кіргізіп аламыз. Алдын ала дайындалған піскен ет, укроп, сарымсақ қосамыз. Өз қалауларыңызға қарай сельдерей, кинза қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, ұсақталған қызыл, қара бұрыш қосып, зәйтүн майына жақсылап араластырып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Сонда салатымызға көкөністердің таза, балғын, өз дәмі шығады.